Сәлем қыздар, чупа-чупс жасауды бастаймыз. 2,5 бокал құмшекерді ыдысымызға саламыз. Және 2,5 бокал су құямыз. Су мен құмшекердің көлемі бірдей болу қажет. Әйтпесе тасып кетеді. Сосын бұны газға қоямыз. Үстіне 2,5 қасық глюкоза саламыз. Яғни 2,5 қасық сироп саламыз. Қайнатамыз бұрқылдатып. Бұның қайнап жатқан кезде осындай пакнар деген болады. Кондитерский магазиндерде осыны қосамыз. Бұны қосу міндетті емес. Бұны не үшін қосамыз? Бұл түсін өзгертеді, сәлде болсын. Аппақ болмайды, матовый цвет береді. Осыны қосамыз, араластырамыз. Сосын кез келген краситель саламыз. Әртүрлі красительдер, өз қалауыңыз бойынша. Осындай красительдерді саламыз. 120 градусқа шейін қайнатамыз. Араластырып, өшіреміз 120 градусқа жеткен кезде. Сосын бұны апарып чупа-чупстың қалыптарына құямыз. Басында сұйық болады, кейін 6-7 чупа-чупске келгенде қатая бастайды. Құйып болған соң бетіне осындай әрлеуші заттарыңызды тезірек себуге тырысыңыздар, себебі қатып қалады. Бетіне кейін жұқпай қалады. Кейін осындай дайын 15-20 минутта дайын болады. Қаптап магазинге өткізесіз немесе балаларыңызға тәтті қылып жегізесіз. Міне дайын. Жақсы сау болыңыздар.